Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім? Бүгін мен сіздерге өте қазір Қазақстанда бір күрделі болып бара жатқан тұмау туралы айтайын деп отырмын. Яғни соған қандай ем шаралар қолдануға болады үй жағдайында. Сол туралы мен сіздерге айтып берейін. Негізі тұмау дегеніміз не? Тұмау тыныс жолдарының зақымдалуы, вирустық жұқпалы ауру, иә? Тұмаудың жұғу жолдарын барлығымыз білеміз. Тұмау өте тез жұғады. Жөтел, түшкіру, ауызға тараған тамшыдан, әртүрлі мысалға бір-біріміздің ыдысымызды қолданғаннан да, бір-біріміздің заттарымыз қолданғаннан да, лас қол, сол туралы, сол несімен жұғады ғой, білесіздер. Негізі тұмаудың белгілері әртүрлі болады. Кенеттен басталып кетеді кейбір тұмауларшы. Негізі қазіргі тұмау сондай болып бара жатыр. Біреулер айтады шошқа тұмауы дейді, біреулер айтады Гонконг тұмауы дейді. Негізі Гонконг тұмауы мен шошқа тұмауы негізі екеуі бір-біріне ұқсайды. Қандай мысалға басталуы? Бірден аяқ қол қақсайды, түнімен қақсап шығады. Көбінесе түнде басталады, түнде басталады. Күндіз жақсы жүреміз да, түнде басталып аяқ қол қақсайды. Сосын кәдімгідей ыстық. Мысалға бұрындары біздер тұмауда былай еді. Бірден емес, шамалы жаймен уже мұрын бітетін еді. Мұрын бітіп, кәдімгідей тамағымыз қақсайтын. Ал қазір бірден деген ыстық көтеріледі, 38. Уже парацетамол берсеңіз де, аспирин, парацетамол бердім дейді. Келген пациенттер айтады ғой, аспирин, парацетамол беріп жатырмын дейді. Бірақ ешқандай результат жоқ. Білмеймін дейді. Түнімен балам жылап шықты дейді. Кәдімгі мысалға скорыйлар шақыртырсаңыз да, қазір мысалға анальгин-димидол салмайды ғой. Шешіндіреді, кәдімгі жылы суға шомылтырып алады. Тура сондай істеп жатырмыз дейді. Біздер айтамыз, тура сондай неде істеңіздер деп. Ал бірақ ондайда ыстық түспей жатыр. Не істейміз? Одан бетер болып бара жатыр дейді. Кәдімгі парацетамол, аспирин береміз дейді. Ешқандай результат жоқ. Анальгин-димидол саламыз дейді. Тағы сол жағдай қайталанады дейді. Бұрындары дейді, анальгин-димидол алсақ, кәдімгі басылып, тамақ ауруы, аяқ қол қақсағандар барлығы басылатын дейді. Қазір деген вообще болмай жатыр дейді. Енді не істейміз? Енді үй жағдайында кәдімгі мен сіздерге қалай істейді, не жасау керек, тамақ ауруына не жасау керек, барлығы мен сіздермен бөлісіп отырамын. Қалай не қыламыз үй жағдайында? Негізі бар ғой, мен сіздерге айтып өтейінші. Біріншіден, балдарыңыз егер мектепке баратын болса, қандай мысалға үлкен оқу орындарында, колледж, университетте оқитын болса, даже өздеріңізді жұмыс жасап жатқан жұмыс жайларыңызға да тура не қылып барыңыздар. Мен мысалға былай істеймін, мен өзімше таза спирт 90%. Кәдімгі соны не қыламын? Жаңал бері сіздерге көрсетемін. Мақтаны қолыммен мыжап отырмын ғой. Тура осылай алып, кәдімгідей бүйтіп, екіншісінде дәл осылай, дәл осылай не қылыңыздар. Аштады, дұрыс аштады, бірақ ешқандай тұмау сондайлар өтпейді. Даже көзіңізге дейін жас шығып кетеді. Зато қорғаныс бол. Көзіме дейін ашып кетті ғой, прямшы. Тура осылай істейсіздер. Кейін мен тура осылай істеп жіберем да, мектепке кетіп жатқан даже кішкентай баламның өзіне, 2-ші сыныпта оқиды, кішкентай баламның өзі 2-ші сыныпта оқиды, кәдімгі осылай істедім, ашы дейді. Зато ауырмайсың балам деймін да. Кейін сөйтіп не қыламын да, мұрынға тура осыны алыңыздар. Бұл ешқандай кірленген жоқ, басқаған жоқ. Білесіздер ғой, 90%-тің иісі қандай болатын. Бұл онша-мұншаға кете қоймайды. Тура осылай аламыз құлаққа. Қазіргі тұмауларды білесіздер ма? Ең маңыздысын сіздерге мен айтып өтпеппін. Ең маңыздысы даже құлақтан да өтіп жатыр. Біріншіден құлаққа менің алдыма келген пациенттер уже кәдімгідей тамағым ауырып жатыр, құлағым ауырып жатыр дейді. Көп пациенттердің, даже балдардың, ең кішкентай балдардың, даже үлкендердің да құлағы кәдімгідей ағып жатыр, іріңдеп жатыр дейді. Соның үшін дәл осылай қорғаныс жасаймыз.
қорғаныс жасаңыздар дәл осылай. Кейін мен сіздерге алатын уколдарды қалай алады, қалай дайындайды мен сіздерге көрсетіп өтемін. Көрдіңіздер ғой, иә? Құлағым кәдімгідей қызиды. Қызып, зато ешқандай да тұмауды жұқтырмаймыз. Инфекцияға қарсы күрестің жолдарының біреуі болды. Ал енді тамашалаңыздар, үй жағдайында не істеу керек, қалай қадағалау керек, барлығы туралы сіздермен бөлісіп өтемін. Тағы бір ақпарат есімнен шығып баратыр екен. Жөтелге, мысалы қатты жөтел болып баратыр дейді, мен постоянно асқабақ майын үзбеймін үйден. Асқабақ майын постоянно осы асқабақ майыны мен беріп отырамын. Постоянно осы асқабақ майымен беріп отырамын балдарға. Жөтеліне вообще керемет ем бар ғой болшы. Кәдімгі кішкентай қасықпен бір қасық, азанда бір қасық, кешке бір қасық. Жатар орынға кешке ешқандай ештеңке ішпейді, артынша суда ештеңке ішпеу керек. Тамақты кәдімгідей жұмсатып өтеді. Азанғы уақытта да аш қарынға ешқандай су ішпестен, баса қылмастан, даже тісті де жумастан, сразу тұрған кезде балаға беріп жіберіңіз. Өте керемет пайдасын көресіздер, құрметті әкелер, аналар, апалар, аталар. Енді тамашалаңыздар, сіздерге мен өте бір қалай емдейміз, қалай ем шаралар қолдансақ болады дегендерге мен арнайы видео дайындаламын. Біздерде мына бала тұмауратып жатқан кезде, әсіресе осындай инфекция жүріп жатқан кезінде, гонконгский инфекция дей ма, сондай Гонконгтан келген инфекция болып тұр ғой қазір. 39-40 градусқа дейін барып жатыр балдардың температурасы. Соған байланысты енді бізге обязательно системамен жуу керек болып тұр дашы. Бізге бірінші орында натрий хлор 9%, 200-дік аламыз. Бізде қазір 3 жасар, 4 жасар балаға, даже 9 айлық балаға система саламыз қазір. Сосын бізге 5%-тік 200 миллиграммдық глюкоза керек болады. Қараңыздар, сосын ыстығы егер көтеріліп жатқан болса, обязательно аналгин димедрол саламыз. Димедрол, аналгин. Аналгин димедролды физраствордың ішіне саламыз. 3 аскорбинка. Физраствордың ішіне 3 аскорбинка болады. Сосын 2 витамин 12 цианокобаламин. Сосын пиродоксин 16 деппін ғой, 6 витамин 6. Осыдан 2 миллиграмм цианокобаламиннен 2 миллиграмм салынады глюкозаға. Енді қараңыздар, тур осыны балдардың бәрі тұмауратып жатқанына үй жағдайында тур осыны илажы болса еш қайда шығармастан үйде егер медсестра шақырып дәл осылай істесеңіздер жақсы. Барлық жерде тұмау қазір. Отырым ғой жерде қазір барам. Міне. Тура осылай тартып алып. Больницаларда білесіздер қазір деген адам көп. Даже полда жатыр дейді. Инфекционный больницаға алып кіреді қазір. Қазір барлығы араласып отыр. 40 градусқа шығып жатыр. Одан кейін сразым анау не болып жатыр дейді ғой, анау қызылша шығып жатыр деп. Мен өзімді больницада жұмыс жасаймын. Бізде күнделікті адамды айта алмаймын. Тур осы уколдарды салып, ыстығы шықсын, шықпасын, илажы барынша аналгин димедролды сала беріңіздер. Білесіздер, аурудың барлығы түнде қозиды. Сандап жатыр. Міне, витамин 6 мен витамин 12-ні екеуден.
Мынау физрастворға аналгин-димедрол 3 аскорбинка салдық қой. Ол сразу мына инфекцияларға, іштегі вирустарды жоюға әбден жақсы көмектеседі. Глюкоза уже ыстық шыққан бала әлсіреді ғой. Тура соны оға көмектеседі. Бала тез өзіне келеді. Қараңыздар. Сосын жөтел болып жатыр. Жөтелге илажы барынша асқабақ майын бере беріңіздер. Енді үш балаға қазір система саламыз. 3 баланың процедурасы жүріп жатыр қазір. Дайындап қойдық. Бірінші очередте осы смесімізді саламыз. Физраствор мен аналгин-димедрол, аскорбинка смес, одан кейін глюкоза смесін саламыз. Мұны немізді бастаймыз, процедурамызды бастайын деп отырмыз. Екі жақтан 2 бала жатыр. Көрбаттар ғой. Беттері қап-қызыл болып, уже ыстығы шығып. Міне тамағыңды деші. Ана тілің шығаршы кәні. Тіліңді деп аш. Кәдімгідей тамақтары қызарып кеткен. Мына мұрында, мына ненің астында, уже құлақтарының астында без түсіп жатыр уже. Бірінші болып тамақтан алып жатыр. Бұл қақтан келіп жатқан инфекция екен білмейміз. Кәдімгі ыстық. Ішінің бәрі көбінесе балдардың қазір мына жақта көбінесе мына жақта ыстығы жоқ та, іші ыстық болып барады. Іштері қызып барады. Іші қызып баратқан кезде обязательно негізі анар, кәдімгі анар табиғи. Сол анар суын әкеп сығып берсеңіздер, ыстығы тезде түседі. Енді қазір бір іштегі инфекциямен күресіп жатырмыз ғой. Іштегі инфекцияны тура үстіп мен дайындаған системаны саламыз. Қолды обязательно тазалап аламыз. Сосын бастаймыз. Жоғарда уже мына системамыз тұр. Тура осы мына жаңағы аскорбинка физраствормен араласқан смес, но глюкоза, витамин 12, витамин 6-мен араласқан смес. Екі жақта 2 баламыз жатыр. Тура осылай. Балдар әлсіреп кәдімгідей, уже больницада балдар деген сүдіргі беріп, бірінен өтіп, больницаға апаруға да қорқатын заман болды ғой қазірше. Үй жағдайында дәл осыны істей беріңіздер. Оның ешқандай да зияны жоқ. Жөтелді көрбастар ғой. Ыстығын өлшеп көрсек, қазір уже 39 болып жатыр. Баланың мұны қызарып, 2 беті қып-қызыл болып жатыр. Көрбастар ғой. Бастаймыз. Так. Бастаймыз енді. Әне. Рамазан деген жігіт молодец, я? Молодец па Рамазан? Рамазан молодец. Уже боларда жылауға шамасы жоқ. Жылауға шамасы жоқ боларда уже. Не салса да әйтеуір көніп жатыр ғой. Так. Шығарып аламыз. Қолды қимылдатпаймыз, я? Рома, қолды қимылдатпаймыз. Рамазан деген жігіт молодец жігіт өзі. 1, 2. Міне. Болды, қой. Міне. Болды, әне. Ана. Сондай жақсы жігіт өзі. Қазір, білмеймін, парастамолдар да ешқандай әсерін көрсетіп жатқан жоқ қой. Болды, әне. Кетіп жатыр ма? Міне, кетіп жатыр. Дәл осылай. Жақсы ма? Жаным. Болды. Жатады. Осылай. Системада жатыр. Жаңағы дайындаған сместерімізді алып, Құдай қаласа. Жаным. Құдай билет алған. Ана. Бір сұлу ғой өздері. Осымен Құдай қаласа
Гонконг грибini құртамыз. Гонконг грибімен күресіп жатырмыз біздер. Иә? Енді біздер ана қазақ емі ит мұрын бар ғой, шиповник. Шиповник суын қайнатып берсек, көбірек балдар сисе, сонда сидігімен инфекциялардың барлығы қуылып кетеді. Құдай қаласа, дайындап, оны да көрсетемін. Құдай қаласа, Гонконг грибімен қоштасамыз ба, Нұрмұхамед? Қоштасамыз ба? Я десей. Я ма? Қоштаспаймыз ба? Yani. Жата берсін ба? Рамазан, Гонконг грибімен қоштасамыз ба? Yani. Қоштасамыз ба? Кетті. Кетші, Гонконг грибі инфекцияларыңмен құрып кет деп айтшы кәні. Кет деп айт. Айтшы. Ket desey. Әлсіреп не сөйлеуін білмей жатыр ғой бұл балапандар. Құдай қаласа ем болсын, ал жігіттер. Мына кішкентай балапанға да салып жатырмыз. Жаңа айттым ғой, үй жағдайында деп. Алмасақ болмай тұр. Ыстығы 40-қа көтеріліп кетіп отқаннан кейін, тура осылай жаңағы айтқан смесімді осы 9 айлық бөпеге де алып жатырмыз. Құдай қаласа жақсы болып қалады. Ыстығы түсті, Сіздерге міне жаңағы айтқанымдай шиповник дедім ғой. Тура осы бірінші негізі. Шиповникті. Шиповник білесіздер ғой. Шиповникті теріп аламыз. Негізі ең керемет ем болатын осы шиповниктің біреуі. Қазіргі мысалға балдардың тұмауына, мысалға, бұл өте бір керемет емдашы. Қараңыздаршы. Бұл не істейді? Бұл балдардың, даже ересектер тұмау болады ғой, тура сол тұмауды жеңуге көмектеседі. Бұл қалай көмектеседі? Тұмау кезінде білесіздер, тұмау кезінде қаншалықты көп не болса, мача шығарса, соншалықты тұмауды жеңу жақсы болады. Әрі иммунитетті көтереді. Білесіздер, тұмау кезінде ыстық шығады. Ыстық шыққан кезде қанша көп мача шыққан сайын не болады? Ыстық түсіреді. Әрі жөтелге де пайдалы болады. Қазір мен көптеу қылып теріп аламын. Көптеу қылып теріп алып, қалай дайындауды мен сіздерге көрсетемін. Қазіргі именно бұл Гонконг тұмауына көмектесетін тек қана осы болып тұр. Бізде семьяда тура осыны семейный ішіп жатырмыз. Азанда 3 литрге демдеп қоямын. Сонымен балдарға айтам, шекер салып ішсеңдер де іше беріңдер. Азанға уақыт болсын, обед болсын, кешке болсын. Қараңыздаршы. Бұны егер несіні білгілеріңіз келсе, кәдімгідей чай-чипитаға кіріңіздер, ютубқа кірсеңіздер, кәдімгі біліп аласыздар. Енді мен сіздерге дайындау жолын көрсетейін. Мен теріп алайын кәні. Достарға мына жерлерде көп. Тура осындай дайыннен, мына арт жақтарын теріп алғанмын. Просто мен сіздерге қалай неде өседі. Білесіздер ғой, бұл қаппақ болып ашылады, кейде розовый болып, кейде біреулерді сап-сары болып. Бізде негізі Шұбарсуда бұл өсімді көп. Міне мен жаңағы шиповникті көрсеттім мен сіздерге, тура осы. Қараңыздар. Осы еміне құрғағаны. Тура осыны құрғатып, не қоямыз. Аламыз. И жерден құрғағанда қосамыз. Соны жақсылап жуып жібереміз. Әдемі жуып жіберсем. Өте бір керемет пайдасы көп та. Қазіргі именно осы тұмауға күресетін, тұмаумен күресетін, иммунитетті көтеретін, әрі ыстық
қатты шығып кеткен кезде, қазір тем более 40 градус болып жатыр, иә. 40 градусқа көтеріліп кетіп жатыр балдардың температурасы шы. Тура соны түсіретін осы шиповник болады. Итмұрын дейді ғой. Қараңыздаршы. Өте керемет пайдасын береді. Қалай ыстығын түсіреді десеңіздер, бұны бұл ішкеннен кейін кәдімгі мочаны айдайды. Ары иммунитетті зор көтереді, ары гемоглобинді вообще көтеріп береді ше. Осын қолданып ішіп көріңіздер. Міне, кәдімгідей мұны жуып алдық. Енді дәл осылай асы көтеріп тұр. Газымыздың үстіне мән бермеңіздер. Балашаға ауырып, дәл осындай жуылмай тұр. Қазір бұл бір қайнап шығады. Бір қайнап шыққаннан кейін Құдай қаласа. Міне қайнап шықты. Құдай қаласа. Бір қайнап шықты. Болды енді. Өшіреміз. Өзі шамалы 10-15 минутқа бір тұндырып қойсаңыздар, кәдімгі өзі реңі бір әдемі болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қараңыздар, иә. Біраз уже дымдалып тұрғаны, міне. Астына уже шиповниктар түскен. Уже дайын деген сөз. Бір-екеуі үстінде ғана болмаса, астына түскен, уже дайын. Мен бірінші кішкентайыма берейін, қараңыздар, иә. Үйде үлкендерден бастап бәріне береміз. Иммунитетті көтереміз. Құдай қаласа, ем болсын. Міне шиповник компотымыз дайын болды. Тура осылай балапандарға құямыз. Мәне. Дәл осылай тұмауды жеңеміз. Ыстықты зор түсіретін. Бұл тұмау кәдімгідей үлкендерімізді осылай жатқызып қойды. Дайындаған осы шиповнигімізді бірінші әкеме алып кеп беріп жатырмын. Тұмауға өте керемет ем деп айттым ғой жаңа. Тәте. Тәтеу. Тұрыңыз. Міне, әдемілеп ішіп отыр Рамазанда. Жаным. Міне, тұмаудан құтқаратын шиповник суымыз. Іш, Димаш. Димаштай. Ал, соскан жықтап отырсын ба? Ал, Димаш. Ішіп қой. Әні, қараңыздар. Ем болсын. Ішіп болдыңдар ма? Әпше біз ішіп болдық. Құдай берей салғаны. Ламадан дейсі? Әке, ой, Құдай берей салған. Сенсіз Димаш, ішіп болдың ба? Әкесі қаны? Бар ғой, жартысы қап кеткен қомнан. Ішіп қой енді. Болды ма? Мақыл. Міне біздің табиғи тағы бір еміміз. Міне семейный тұмау жатқан кезде тура осындай адыраспан қылып, лавровилис салдық үстіне. Иісі деген вообще керемет. Тұз салдық. Вообще зор болып отыр. Осыны енді алас қыл, мың бір дәрттен халас қыл деп, Құдай қаласа тұмаудың бәрі кетсін, жоғалсын.